Ассалаумағалейкум қалың қырғыз. Аман ба балашаға малың қырғыз. 8 қазақ кек балдық Сарыарқадан деген соң сахнаның сәнін кіргіз. Тоқтағұлдың мұрасы телегейдей, біз соның тұнығына қанып жүрміз. Манас күн Тоқтағұл ай болған кезде, айтматып аспаныңда жарық жұлдыз. Кешегі Барыс ханның заманында басқадан биік еді бағың қырғыз. Құрман жандай бір қыздың тағдырынан қырғыздың тарихын біз танып жүрміз. Манасшы Саяқбайдың сара жолын жалғады неше түрлі дарындыл қыз. 1 миллиард Қытайды тамсандырған Манасшы Жүсіп Мамай шалың қырғыз. Атамның қазасына көңіл айтам, алғайсың ықыласымды қабыл қырғыз. Ассалаумағалейкум Елмирбегім, сенде мынау айтыстың дәмін кіргіз. Мен қырғызды мақтайын тіл жеткенше, сенде ырлап жұртыңның жанын кіргіз. 4 қазақ төбемізге көтермесек, Тоқтағұлдың тойында нағып жүрміз. Бәрекелді. Дінімді Алла менің ұлық қылды, түбімді тегі мықты түрік қылды. 4 түгел бірлігім бекем кезде, Азияда даңқымды биік тұрды. 6 ала ынтымақ кеткен кезде, Ібіліспен араға бүлік кірді. Құрманжаның құрылтай өткізбесе, Қоқаннан қырғыз сағы сынып тұрды. Орманхан Шабдан менен Қарабәйтік ынтымақ керектігін шынық тұрды. Орыстың ақ патшасы Зеңбірекпен бізді өзінің отары қылып тынды. Орыс бізді әдейі арандатып, қазақ қырғыз бір-бірін қырып тынды. Ол аз болса руменен 100-ге бөліп, сыртымыздан сақылдап күліп тұрды. Жамбыл мен Тоқтағұлдың достығы, Жамбыл менен Тоқтағұлдың ежелгі елдің кегін ұмыттырды. Өйткені Тоқаң Жәкең тек тақындар елге бірлік керегін біліп тұрды. Сыз боп қалған өкпені тарқатты да, мұз боп қалған жүректі жібіттірді. Тірі кезде Тоқтағұл өмір бойы татулық берекені үгіт қылды. Өлген соңда мінекей мерейтойы қазақ пенен қырғызды біріктірді. Бәрекелді, бәрекелді. Елмирбек, жүрмісің аман есен Елмирбегім. Жақсы көрген досымсың сен бір менің. Қазақ десе көңілің таптаза ғой, қырғыз десе ниетім мөлдір менің. Әуелгі жұп Алы мен Нұрмат болды. Силас айтыс жасады, ең бір керім. Серік пен Амантайдай шалдар шықты. Майлабап кеуіп қалған кендірлерін. Одан соң Жеңішбек пен Айбек шықты. Әніне сап кешегі желдір менің. Балпаңдап сағынаға зорға жеттің. Осыма досым менің жөн білгенің.
Қорбаңдаған қазақтың аюына қырғыздар шығарыпты пингвиндерін. Баракелді. Баракелді. Сүріп отырыңыздар. Emkiler jolun joldoso, ertegilerдің adатын, қазағым көздің қарасы, қайқысам чалғым қанатым, мен то болсам сен тала, мен Бишкек болсам сен саба, мен тегірмен сен пара, мен табақмын сен чара. Ой, мен ат болсам сен чана, мен ата болсам сен бала. Саға ор кезде мен жүргім, маға ор кезде сен ғана. Бирок мен өзіме өзім ишенем, өзіңдің өзің ая сен, өзіңдің өзің сен балай. Баракелді. Емің азырқы менен андағы, асман менен жер екен. Bir кезде періштедей қазақтың пейілдері кең екен. Аты жоқ келген тоқымың ат жақшысын мингізіп, тоны тозған тоқымы тон мықтысын кигізіп, ол жолды жерден жеткізіп, бордоштығын білгізіп. Ай білбейм азырқы кез болғанда, құрдайдан қармап алышмақ, қуратып жағызмақ. Құстанайдан қармашмақ, қуратып шорын қайнатмақ. Құртонын сыйрып жонынан, құрытып қайраң айдашмақ. Семейден қармап алышмақ, сел қылып жашын ағызмақ. Қиытпай жанға будалап, қайра қызыл жарға қуалап, анан қалың жоны чапқансып, қатқырып тұрмақ ұралап. Баракелді. Емің асылым менің балғынбек, бирок сен оригинал қазақ екенсің. Қалғандары көчірме, ошондуктан айтарым, bağladım seni sözüңдө. Қачанда болса сөзіңдің қайратына байланам. Қашқайған тұнық мөлтір бір айбатына байланам. Тоқтоғылды естеткен сенің топыңдан бауырым айналам. Баракелді. Дем беріп, сүреп, қолдап отырыңыздар, матты қонақтар.
анам тоқтап қалды. Bir мылтығың маған қарай оқтап қалды. Бұрынғы қазақтарды мақтап қалды, қазіргі қазақтарды даттап қалды. Қырғызға қазақтардың көңіл адал, баяғы татқан дәмді ақтап қалды. Қазірде қырғыздарды сыйлаймыз біз. Көңіліндей көреміз әппақ қарды. Мысалы Бәкиевің қашқан кезде қазақтар ұшақ жіберіп сақтап қалды. Солай болар ма еді қазағың ел болмаса, етектен кесіп алып жең болмаса. Еркелеп қырғыздарға келер едім, Бішкекте құшақ ашқан төр болмаса. Елмирбек досым деп мақтап отырм, Балғынбек сахнада қор болмаса. Келесі алып досына тиісіп жатыр, Балғынбекке Елмирбек сор болмаса. Қонағына қобызын сыйлайтұғын, алы шықпады ғой ең болмаса. Баракелді. Емес қой, қырғыздардан артық жүлдем. Қырғыз қазақ достығын әркім білген. Байқаймын бізге нешек қонақ болған. Елмирбек елге ренжіп қайтып жүрген. Биыл ғана Нұрағаңның туған күні. Қазақстанға келіп бұл балқып жүрген. Елбасының туған күнін тойлаймын деп шамалғанда 4 күн бойы шалқып жүрген. Қырғызғанын төңкеріп қуып тастап, арнауын біздің қанға айтып жүрген. Başkaca çıktı gepterin, Balğınbek kanday oyloysun. Kazakta bilbeyim özündü, Kırgızga gelsen toyloysun. Жақшылық қылған елімде, Жаманды жақшы болжойсың. Ырас айттың Балғынбек, Кыргыздың қанқорларын қолдойсың, да қадырдуларын қордойсың. Баракелді. Көрсөң анча-мынча нерсені, Бакем ақындық деп жүріптір. Бакиіпті қорғығының батырлық деп жүріптір. Мындай сөзім борумдум, бұл қырғыз қайдан біліптір. Сен үшін болса қуаныч, қорғығының ошоны қырғыз ел үшін күйіттір. Баракелді. Емің алжағы болсаң өзінче, айтайын сөзді жақшылық. Өнер деген нерсенің өткөргөн бізге тапшырып. Біз тоқтоғылды даңқтайлы, тоқтоғылды барқтайлы. Санжырғасы дой тоқоңдun. Sarttardın çakırınan bir törölgön eken botayan, botayandan atayan. Narvaladay ul
ул чыккан атаяндай атадан, Арбаладан Тоқсонбайдан сатылған, улуу Тоқтоғұл ардагы жұртың атаған. Қазақтан аға тең келсе келет азырақ, Сүйінбай Жамбыл қачаған. Эми жакшы конок деген, жакшы коңшу деген бар. Алынча казан асылат, бирок ар жакта турган коңшусун ар күнү кел деп чакырат. Жаман коңшу деген бар, тасмалы турат титиреп, бирок эшигин ичтен бекитип, эч кимге бербейт битиреп. Ай эмине болбой төмүрдөн албайм деле көңүлгө, түшүндүң окшойт эстүү жан, мен айттым кимдер жөнүндө. Баракелде. Кінарттың ау даладағы, қалай айтат қырғыздың балалары. Жауызды сақтап қалдың деп айтатын, тағылған ауыр екен жалалары. Патшаң пана сұрап келсе пана берді, Қазақтың Нұрсұлтандай қаранары. Көшпенділер тарихын білмейсің бе? Бауырым қардың басын қаралады, және де ханның басын хан алады. Шындықты тарих ертең анықтайды. Көп емес пе бұл қырғыздың даналары? Қашып кеткен қарақшы табылады, халықтың қолыменен сабалады. Кеткен хан кете берсін, елде қалған қалың ел өз патшасын қоя алады. Осылай кеп айыптассақ, сыйластық арадағы жоғалады. Мен білетін қазақ пен қырғыз елі бір-біріне тек сүйеу бола алады ба? Тоқтоғұлдай толғасам да, Жамбыл жырын жалғасам да, қырғыз қазақ осылай кеп айтысайық андасам да, нананы қырғыз әніне салам ей. Тілімізде, дінімізде ұқсас біздің түрімізде, сүйеу болып жүрейікші бірімізге нананы. Тұрса дала тауын бөліп, қырғыз қазақ бауыр болып қалады. Бауырым сені түсінбедім неліктен, ғайбат айтқан жарамайды бой. Ай. Ғайбат айтқан оттой болып, жаһанамда шоқтой болып жанадай. Тату болып көршілермен құшақтайын, келші бермен жауластырмақ, жаушылардан елдестірмек елшілерден нананы.
Sözümнің төсін мәнілей. Қырғыз қазақ егіз еді, домбыра мен қомыз еді, Алатауды жаңғыртатын тарихымда егіз еді, нананы. Тұрса да Алатауын бөліп, қырғыз қазақ бауыр болып қалады. Тұрса да Алатауын бөліп, қырғыз қазақ бауыр болып қалады. Қырғыздардың жорғасы екен, Балғынбек қазақтардың молдасы екен. Екеуміз биіктікті сөз етейік. Алатау Тянь-Шаньның жалғасы екен. Ала деген атау көп қырғыздардан. Ағайын көңілге оны алмас екен. Ала Арша дейтұғын ұлттық парк, тамаша табиғаттың таңбасы екен. Ала Бұқа ауданы шалғайдағы, қырғыздың алтын шыққан қамбасы екен. Ала Шапан өзбектей өз ағамыз, ала көзбен қамбаға салмас екен. Ала Мудин ауданы іргедегі, Алмасбек ханың туған ордасы екен. Хан мен халық, қасқыр мен алабайдай, бұдан соң ырылдасып қалмас екен. Алатаңнан еліме дұға қылдым, алақанын ешкімге жаймас екен. Тауым ала болса да жерің ала, ешқашан елім ала болмас екен. Баракелді. Сөзіміз. Баракелді. Айланайым борым сенің айтқан бір ғана аңырың, нананей. Тоқтоғылдың ұрпақтары бұға това деп азыры қарадей. Geçegin avay Jambılдың ұрпағы оғуда еміне болып барадей. Баракелді. Мен салған овон мауыл ғой, ошол тоқтоғылдың овону. Тоқтоғылдай ақынды тоқтоғылдың тойында бір ескеріп қойбай бұл қыз қойса ошондо жакшы болобу. Алты жыйын топ болдуң, алты дуван топтолдуң, алты дуван топтолуп. Асылың керез айткан бир мынан ардагың токоң жоктолду. Жети дуван топ болду, жети жыйын топтолду, жети жыйын топ болуп. Мында жетигиңе токоң жоктолду. Ошоң арыбаган атта жок, чирикин карыбаганы жашта жок. Жай жайында калышкан жаралган эч бир затта жок. Акындар кыргыз казактай аламда башка калкта жок. Акындар айткан асыл сөз ошоң акыйкат ар бир башта жок. Алтын эр ар бир атта жок, алмадаң ар бир шакта жок. Алтан акын токомдой ошоң ар замандай накта жок. Ал эмиң акыйкат калыс кемеңгер аттың арада болсо башта жок. Баракелді. Жетигиң токоң сайраган, анын булбулдай мукам үнүнө
таң қалған. Чайқаманы çalғанда анан чар топулар жарданған. Ушундай болбой қалдық деп талайларың арданған. Кайран ошол асылдан азыр урпактары чыгышып, убайын элдер көрүшүп, алдына чыгып халкынын ак таңдай тилин эритип, бардыгы бул кезде турса чогуду бой, чиркин жүрөктү кетет эритип. Еппали. Сұрып тұрыңыздар, дем беріп тұрыңыздар. Балғынбек Имаш, Элмирбек Иманалиев. Назарыңды қалай тілдейсің, қазағымды хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Нананей ол қырғыздың, ән емес пе, қалдыңыз ба танымай, өз әніңді хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Нананей, оны салса Балғынбек деп отыр ғой қазақтар, кімге тартып барады? Айналайын Элмирбек, бастағалы айтысты, айтқан сөзің жала ғой. Хайлайлымге салайын, енді риза бола ғой. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Қолды соққан рахмет. Байрағың қырмыз еді, хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Тоқтоғылдой бабаңа жасап жатқан құтты болсын тойларың, 150 хайлайлым, хайлайлым, хайлым. Баракелді, уақытты үнемдіңіздер. Алатауда сұңқардай саңқылдап тұрған қырғызым, бәйгеге түскен тұлпардай қарқындап тұрған қырғызым, Ақайыптың кезінде құдалықтың сыйымен аңқылдап тұрған қазағым, Бакиевтің кезінде Әндіжанның биімен қалтылдап тұрған қырғызым, Құрманбектің орнында құрмандан датқа секілді розасынды апам кеп аршындап тұрған қырғызым, Алмасбектің кезінде алмас қылыш секілді жарқылдап тұрған қырғызым. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Берсем көп болады, неше түрлі кеп болады. Қырғыз қазақ қашанда әуезовпен мақтанат, Айтматовпен мақтанат, Шахановпен мақтанат. Бауырлардан айналдым, ақпейілін ақтарат, арулардан айналдым, шеттерінен ақтамақ. Бабам қырғыз айтқандай, бөлінгендер жоқ болады, бөліскендер тоқ болады. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Баракелді. Элмирбек Иманалиев, Балғынбек Имаш, қол чабылар. Мына айтыш. Элмирбек Иманалиев, Балғынбек Имаш, қол чабылар. Айтыш деп ушын айт. Аны уақытқа көп шылтабаш керек. Ошол кичинекей убакытты да пайдаланганга аракет кылыш керек. Анан эми кече ачыла албай калып деген нерседен канча маселен күлүк чапкандай эле да, аттар канча көп болгон сайын ошонун кайсынысы алдыда кайсынысы артта келатканын киши көрүп жетишпегендей эле, канча акындардын саны көп кезде кээ бирөө байкалбай өз упайын албай калат, татыктуу баасын.
Masalan кече Айбек Калиев менен айтышканда менин упайым 87, аныкы 82 болуп калганда өзүмчө кичине туура эмес көрдүм. 87 кылып эле тең деле кылса болмок. Биринчиден енді бүгін екінші айналым іріктеліп шыққан, 4 ақын шыққаннан кейін енді әрине кешеге қарағанда сөзі жинақталған бір ел әлгі тау мен тау соғысады деген сияқты ел күткен ақындар іріктеліп келіп кесек ақындар бір-бірімен кезектесіп шығып жатыр. Осы бірінші айтыс басталғаннан Алы мен Нұрматтың айтысы тамаша басталды. Сөйтіп бүгінгі айтыстың ешқайсысы төмен деңгейде бола қойған жоқ. 4-ші жұптың алған ұпайлары менен таныштырып өтөлү. Балғынбек Имашев 90 ұпай. Элмирбек Иманалиев 90 ұпай. 90 деген ұпай менен Элмирбек Иманалиев, Балғынбек Имашевтар. Жеңишбек жакшы салмак менен токто